Жұбайлар шаттығы. Мұхаммед Ахмад Канған. Жүктілік және босану. Нәрестеге жан біту мерзімі. Сахих хадистерде пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам ана жадырында адам баласы қалай жаратылғанын, оған қашан жан бітіп тірі күйге енетінін нақты белгілеп берген. Абдуллах ибн Масғуд, Аллах оған разы болсын, пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам: расында сендердің әрбіріңнің ана ішінде жаратуларың алдымен 40 күн су күйінде, сосын осынша уақыт сұйған қан күйінде, сосын тағы да сонша уақыт бір кесек ет күйінде болады. Сосын оған бір періште жіберіліп жан үрлеп кіргізеді деді деген. Балаға жан үрлегеннен кейін ғана тірі кекесі еніп, тірінің қимылындай қимыл жасай бастайды. Жан үрленбестен бұрын ол өсімдік тәрізді ана кіндігінен нәр алып өсіп жатқан бір зат күйінде болады. Сондықтан аталық ұрықтың қозғалғанына орай ол тірі, себебі ол қозғалады дегендей ойға кету қисынсыз. Дұрысында бұл жансыз су ғана, ал оның қозғалысы тіршіліктен емес, атакциялық әрекеттен деп саналады. Өйткені ұрық еркектен шыққаннан кейін біраз уақыт дірілдеп қозғалып тұрады. Міне осы уақытта Аллах тағаланың қалауымен ол аналық ұрықпен кездесіп, ұрықтану мен ұрықтың қозғалу процесі басталады. Атакциялық әрекет ұрыққа жанның біткенін айғақтамайды. Мәселен, жыланның құйрығы кесілсе, ол кесіліп қалған бөлігі дірілдеп қимылдап тұрады, бірақ ол тірі емес. Сол секілді іштегі балаға әлі жан үрленбей тұрып, оны тірі деуде қате. Ақиқатында Аллах тағаланың құдіретімен ол ешқандай жансыз бір кезеңнен екінші кезеңге өтеді. Зерттеуші ғалымдардың көпшілігі мұсылман болмағандықтан әлгіндей қате пікірде қолдайды. Олар Аллах тағаланың адам баласының жаратылу кезеңдері туралы айтқан сөздерінен және пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам бұл туралы айтқан ойлар мен түсіндірмелерінен бейхабар болғандықтан қозғалғанның барлығы жанды зат деп шешкен. Сөзіміз дәйекті болу үшін келесі мысалды келтірейік. Мәселен, электроника саласында жататын күрделі өнімдерді жасап шығарушы зауыттар оңай болу үшін оларды қолдану ережелерімен қоса әр бөлшегінің атқаратын қызметі туралы егжей-тегжей түсіндіретін нұсқауды қосып береді. Себебі бұзылған жағдайда ешбір шебер мұндай нұсқаусыз жөндей алмайды. Яғни заттың арнайы нұсқауын білмеген адам оны дұрыс қолданып, бұзылған жағдайда дұрыс түзете алмайды. Адам баласының жаратылысындағы жағдай да дәл солай. Аллах тағала адам баласын жаратты. Бұл жайлы түсірген кітаптары, пайғамбарлары арқылы хабар берді. Жаратушының ұлылығы мен жаратылғанның құрмет беделін білуіміз үшін бізге жаратылыстың нұсқауы ретінде барлық жаратылу кезеңдерін, уақытын, бір кезеңнен екінші кезеңге қалай қанша уақытта өтетінін, періштеге адамға жан кіргізу қашан бұйырылатынын барлығы түгелдей кеңінен баян етті. Ал адамның жаратылысын бұл аяттар мен хадистердегі мәліметтен бейхабар күйде зерттеушілер зауыт нұсқауымен таныспастан күрделі аппаратты жөндеуге әрекеттенген адамның күйіне ұқсайды. Эмбриология, ұрықтың даму туралы ғылым саласындағы ғалымдар егер осы тақырыпқа байланысты Құран мен хадистердегі мәліметтермен танысар болса, өзгермейтін шындықты табатындықтарына біздің сеніміміз кәміл. Баланы алдырту үкімі. Бұл мәселені түсіндіру барысында көптеген фиқх кітаптары мен ғұламалардың сөздеріне жүгіне отырып, олардың кеңейтілген түсініктеріне тоқталмай-ақ сол сөздердің қорытындысын ғана ұсынуды және аса маңызды әрі сақтыққа жақын деген үкімдерді баяндауды жөн санадым. Олар төмендегідей. Біріншісі, бүкіл ғұламалар жан біткеннен кейін баланы алдырудың харам екендігіне еш талассыз бірауыздан келіскен. Ананың өміріне қауіп төнген жағдайда ғана баланы алдыртуға рұқсат етіледі. Балаға жан 4 ай 10 күн өткенде кіреді. Бұл туралы жоғарыда келтірілген хадисте айтылды. Екіншісі, ғұламалар жаратылыс нышандары айқын көрініп тұрған баланы алдыру зор қылмыс деп санаған. Сондай-ақ түсік жасаған шешесі немесе өзге адам болса да баланың құнын төлеуі керек деген. Бұл жайында ғұламалардың кеңінен түсіндіріп айтқан сөздерін фиқх кітаптарынан табуға болады. Жаратылыс нышандары айқын көрініп қалған дегені шарананың шашы, саусағы немесе аяғы сияқты мүшелерінің пайда болып анық көрінуі.
Бұл кезеңде әлі жан кірмегенімен баланы алдыру қылмыс болып табылады. Егер жасанды түсік ешбір себепсіз жасалған болса, тіпті харам. Үшіншісі, кейбір ғұламалар жаратылыс нышандары әлі бет бейнесінде анық көрінбеген баланы алдыруға болады деген, бірақ бұл мерзім алғашқы 40 күнмен шектеледі. Бұл фикх ғылымының белгілі мамандары имам әл-Ғазалидің әл-Ихия, Қазиханның Фәтауа атты кітаптарындағы осы мәселеге орай шариғат үкімдеріне сүйене отырып берген сөздерін келтірелік. Әл-Ғазали сақтану мен жасанды түсік арасындағы айырмашылықты айта отырып, жасанды түсік үкімін сақтану үкімімен теңестіруге болмайтынын былайша түсіндіреді. Жасанды түсік жаратылған нәрсеге қарсы қылмыс жасау. Бала бірден жаратылмайды. Бірінші кезеңде жатырға түскен ұрық әйелдің бойынан бөлінген сумен араласып тірілуге дайын болады. Оны бүлдіру қылмыс. Егер ұрық суы ұйыған кезде түсік жасалынса, күнәсі одан да ауыр. Жан кіріп жаратылыс белгілері толық болғанда жасалынған түсіктің күнәсі тіпті ауырлайды. Ал шарананың тірі шығуы қылмыстың ең үлкеніне жатады. Қазихан түсік жасатуға болады деп айтқандарға жауап ретінде, мен бұған келіспеймін, себебі бұл ихрам киген адамға құс аулау мен жұмыртқасына тиюге тыйым салынғанмен бірдей харам істеген. Баласını алдырған әйелдің де жауапкершілігі осы секілді, бірақ ол адам өлтіргендей күнәһар болмайды, егер амалсыз жағдайлар жасалса ғана. Қорыта айтқанда, әлі адам кейпіне енбесе де баланы алдыру харам деңгейіндегі мәкрух. Ендеше мұны жасаған адам күнәһар болады. Ал балаға жан бітіп, бет-бейнесі біліне бастағанда алдырса, бұл тіпті харам. Бұл үкімдер амалсыз жағдайда өзге кездерге байланысты айтылған. Жеріктік психологиялық жағдай. Жеріктіктің белгісін әйелдің бойына бала біткен кездің алғашқы күндерінде байқауға болады. Олар лоқсу, бір тағамнан немесе иістен жиіркену, бірасты жеңсік көріп, көп қышқылдықтарды ерекше қалау. Бұл жерде біз өзге мәселелерге емес, тек қана жеріктіктің ерлі-зайыптының ара қатынастарына беретін әсерін баяндамақшымыз. Жеріктік кезіндегі болатын көңіл күйдің тұрақсыздығы, жүйке мен дененің әлсіреуі әйелдің сезіміне кері әсерін тигізетіні жасырын емес. Тіпті бұл кейде төсек қатынасына да кері әсерін тигізіп жатады. Өйткені бұл кезде әйел өз сезіміне өзі ие болмайтындықтан еркектің иісін жақтырмай, жақындаған кезде оған жиіркеніп тұруы мүмкін. Мұны күйеуін жек көргеннен емес, көңіл күйінің мазасызданып тұрғандығынан деп білу керек. Сондықтан бұл кездерде әйелге жеткілікті көңіл бөліп, онымен санасқан жөн. Игі мінезді еркек әйелінің жерік екенін білгеннен-ақ оны бабын жасағаны абзал. Жерік әйел шамасы жеткенше күйеуіне риза ету тырысуы керек. Жеріктік дегеніміз аналықтың алғашқы белгісі екендігін, ал анаға мейірімнің тән екендігін ұмытпаған жөн. Сауал-жауап. Сұрақ. Толғақ үстінде қайтыс болған әйелге ақыретте шахидтің мәртебесі беріледі деген сөз бар. Осы рас па? Жауап. Иә, бұл рас. Бұл ғұламалар айтқандай Аллах тағаланың мархабатымен болатын іс. Сұрақ. Ананың өміріне қауіп төнгендіктен баланы бөлшектеп немесе өлі күйінде шығарудан басқа жол қалмаса не істеген жөн? Жауап. Шын мәнінде ана өміріне қауіп төнген жағдайда бұлай жасау міндет. Сұрақ. Егер дәрігерлер іштегі баланың мертіккенін, яғни мешел екенін анықтаса, баланы алдырып тастауға бола ма? Жауап. Жоқ, болмайды. Сау баланы жақсы көргендей, оған да солай көңіл бөлу керек. Бұл Аллах тағаланың құзырындағы іс. Сұрақ. Жұрттың көбі қыз балаға қарағанда ұл туғанда ерекше қуанып жатады. Бұл күнә емес пе? Жауап. Жоқ, күнә болмайды. Өйткені перзентке қуану адам баласына тән мінез. Көптеген ерлі-зайыпты бірінші перзентінің ұл болуын күтеді. Онда ешбір оғаштық жоқ. Аллах тағаланың бергеніне риза болып, ұл туса да, қыз туса да реніш білдірмесе, жек көрмесе болғаны. Сұрақ. Жас жұбайларға тұңғыш перзенттерің ұл болсын деп тілеу дұрыс па? Жауап. Негізінен игі перзент тілеп дұға еткені абзал. Сұрақ. Жаңа туған баланың ақиқасын бірталай уақыт өтіп кеткеннен кейін союға бола ма? Жауап. Иә, кейбір ғұламалар болады деп пікір айтады.
сұрақ: әйел дәрігер бола тұра еркек дәрігерге барып қаралған жүкті әйел күнәһар бола ма? Жауап: иә, ол күнә.